بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إني قد خرجت من حولي إلى حولك ومن قوتي إلى قوتك ومن علمي إلى علمك ومن إرادتي إلى إرادتك أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين لشيخ محمد الخضري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям кемел жаратылыс, Алланың жаратқан құлдарының ішіндегі мінсіз, қай жақ қырынан қарамаңыз, қай мәселесін алмаңыз, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Фатиха сүресінде Аллаху субхану ва тағала баяндағандай мұстақим. Мән хуа мұстақим? Тура кім деп сұрақ қойса, тура кім деп ізденсеңіз, кез келген мәселеде тура болып табылатын ол Пайғамбарымыз. Демек біз 5 уақыт намазда кімнің жолын сұрайды екенбіз? Пайғамбарымыздың жолын. Ихдинас сиратал мустақим. Пайғамбарымыздан мұстақим адам жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан мұстақим адам жоқ. Кеше біз Құрандағы Абаса сүресіне тоқталдық, және сол сүредегі абыс қылған, түрін өзгерткен, тыжырайтқан дейміз, наразылығын беттегі мимикалар арқылы көрсеткен Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям емес, бәлкім ол кәпір болып өткен Валид, кім екен? Әл-Валид ибн Муғира. Әл-Валидат ибн Муғира екен. Сол жерді жалғастыратын болсақ, демек, Пайғамбарымызға мүшриктер барлық әдісті қолданып көрді. Ұсыныс жасады, бұлай да көрді. وَلَمَّا رَأَى الْمُشْرِكُونَ أَنَّ هَذِهِ الْمَطَالِبِ Пайғамбарымызға қойған ұсыныстардың барлығы الَّتِي يُعْرِضُونَهَا لَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ Пайғамбарымызға ұсынған, алдына қойған талаптардың ешқайсысы орындалмаған көргендіктен, және Пайғамбарымыз оны қабыл алмағандығын түсінгендіктен, араду ан ядхулу фи бабин ахар. Басқа бір есікті ашып, басқа бір есікпен кіргісі келді. Кімге? Пайғамбарымызға. Ол есік ва хуа та'джизур расули би талабил аят. Аят деген сөздің мағынасы бұл жерде муъжизат. Демек Пайғамбарымызға келесі сұрақты қоймақ, келесі талапты қоймақ, ол бізге не көрсетті? Муъжиза көрсетеді. Кауындық дегеніміз осы тіршіліктің ішіндегі, әлемнің ішіндегі муъжиза, уақытқа қарамайшы муъжиза. Неге? Пайғамбарымыздың әлсіз екенін көру үшін, әлсіз екенін елге паш ету үшін. Оның қолынан ондай үлкен алып муъжиза келмейді дегенді дәлелдемек, істей алмайды. Сонымен ол ел алдында масқара болады. Фажтамау ва қалу, жиналып келіп олар бұлай деді: Я Мухаммад, ин кунта садиқан фаарина аятан натлубуха минка ва хия ан ташуққа лана ал-қамара фирқатайни. Я Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, шыншыл болған болсаң, шындықта болған болсаң, бізге бір аят көрсет, бізге бір муъжизаны көрсет, ол
мына аспанда тұрған, төбеде тұрған айды екі фирқа бөлікке бөліп бер. Енді мына кітап қысқа, мұхтасар болғандықтан, біз ол мәселеге, болған оқиғаға тез ғана өтіп кетеміз. Алла тағала пайғамбарымызға сол мұғжизаны берді, баршамызға мәлім. Мына саусағымен ақ не істеген еді? Ишарат еткен кезде төбеде тұрған ай екіге бөлінеді. Екіге бөлінген соншалық Хира үңгірі немесе тау, бағанағы Нұр тауы, екі бөлінген айдың ортасында тұрған. Ол ақиқат. Уаншаққал қамару фирқатайн, осылайша пайғамбарымыздың ишаратымен ай екіге бөлінді. Фақала Расулуллахи ишхаду. Пайғамбарымыз сонда айтқан екен, куәлік келтіріңдер, иман етіңдер, көрдіңдер ғой. Сонда мүшриктер айдың екіге бөлгенін көрсе де, бүйтіп айтқан екен, Сахарана Мұхаммад деп айтқан екен. Не деп айтты? Мұхаммад бізді сиқырлап тастады деген екен. Но сиқыр, таза сиқыр деп. Сонда араларында бір ақылды біреу болған екен, ақылға тоқтайық, сиқырлап тастады деп жала жаппай, мүмкін алыстан келе жатқан, мына жерде қатыспаған, осы оқиға қатыспаған басқа өңірлердегі адамдардан сұрап көрейік. Олар көрмеген шығар, оларды сиқырламаған шығар енді деп ақыл айтқан екен. Содан сапардан, анау сауда саттықтан келе жатқан керуенді тоқтатып сұрағанда, біз жолда келе жатқан кезде айдың екіге бөлінгенін көрдік деп айтқан. Сонда айтқан сөзі не? Сонда бұлай айтқан екен, бізде емес, адамзаттың барлығын сиқырлап тастапты, сихрун мустамир деп айтқан ғой, жалғасқан сиқыр деп айтыпты. وهذه القصة رواها عبد الله ابن مسعود وهو من السابقين الأولين رويت عنه من طرق كثيرة. منا وقيغаны кім жеткізді бізге? Абдулла ибн Мас'уд жеткізген. Және мына риуаят көптеген жолдармен келген. Вараваха Абдулла ибн Аббас ва гайру. Абдулла ибн Аббас риуаят еткен, одан да басқа сахабалар риуаят еткізген. Раваха анхум джам'ун газирун хатта сара аль-хадису кал мутаватир. Демек сахабадан қаншама адам риуаят еткен, және бірнеше сахаба өздері жеке риуаят еткен, соншалық көп болғаны мына хадистің деңгейі, хадис саласында қандай деңгей жетіп кеткен? Мутаватирға жеткен. Мутаватирға жетті деген сөз, бұны жоққа шығарсаң дінде шығып кетесің, діннен кәпір болып кетесің. وقد ذكر القرآن الكريم في قوله تعالى أول سورة القمر. الله تعالى мына оқиғаны Қамар сүресінің бірінші аятында баяндап кеткен. قال الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر. Қиямет белгісі немесе қиямет сағаты жақындады. Не істеді? وانشق القمر. Ай екіге бөлінді дейді. Қиямет уақыты болды деп тұр. Айдың бөлінген сәті қай уақыт? Пайғамбарымыздың кезінде. Пайғамбарымыздың кезінде ай бөлінген болса, Алла тағала не деп жатыр? Қиямет боп қойды деп жатыр. Ал біз қазір қай ғасырда өмір сүріп жатырмыз? 21-ші ғасыр. Пайғамбарымыздан бері қарай санаса қанша ғасыр өтіп кетті? Қанша жыл? 14-15 ғасыр өтіп кетті. Аят қашан айтты? Қашан түсті? Пайғамбарымыздың бағанағы оқиғасынан кейін түсіп тұр. Сол сәтте Алла тағала не деп айтып кеткен? Қиямет сағаты, қиямет сәті боп қойды деген. Демек біз қазір қай сәтте өмір сүріп жатырмыз? Қияметте өмір сүріп жатырмыз біз. Мына айдың екіге бөлінгеніне қатысты мына кітаптың астында Хамишта сноскада қосымша мағлұмат бар. Себебі сәл ойлану керекпіз да. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам саусағымен айды бөлген болса, ол айды сол жерде тұрғандар көрді, және басқа өңірдегі, басқа жерлердегі адамдар көрді. Солай ма? Олай болған болса, қазақ жерінде сол сәтте көшеде жүріп қалған, сол сәтте боп қалған адам көрді ма, көрмеді ма? Көрді деген сөз. Олай болған болса, оны көрген адамнан не қалу керек? Тарихта немесе бір дерек жету керек еді.
түсінікті ма? Соған қатысты мында астында бір қосымша мағлұмат бар. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الكفار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم آية فانشق القمر مرتين. Пайғамбарымыздан муъжизаны сұрағанда ай екіге бөлінген еді. قال ابن عباس انفلق القمر فلقتين فلقة ذهبت وفلقة بقيت. وقال ابن مسعود رأيت حراء بين فلقتي القمر. Айтпағы сонда ай бөлінгенде ортада Хира үңгірі немесе Хира тауы ортада тұрған. Енді басталады. Қал ал-Қасталлани деген ғалым, танымал кісі бұл. Қал ал-Қасталлани шарихул Бухари. Демек, имам Бухаридің хадис жинағын шарықтаған ал-Қасталлани деген ғалымлай дейді. Ва хазихил муъжизату мин уммахатил муъжизат ал-фаиқа аля саири муъжизатил анбия. Мына біздің оқыған, атап өткен муъжиза пайғамбарымыздың қолынан, пайғамбарымыздан көрінген муъжизалардың несі, төресі. Және басқа пайғамбарлардың несі, төресі. Айтпаған, басқа пайғамбарлардың да қолында не болды? Муъжиза болған. Муса алейхиссалам, Иса алейхиссалам, кез келген пайғамбардың қолында муъжиза болған. Міне сол муъжизалардың бәрін санап келгенде немесе қосқанда фаиқа дегеніміз асып түскен қайсысы? Осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қолмен ишарат етіп айды бөлгені. Неге? Лианна муъжизатахум алейхимуссалам лам татажауаз ал-ардият. Себебі пайғамбарымыздың муъжизасынан қарағанда қалған пайғамбарлардың муъжизалары жер беті, галактика дейміз бе, жер шары дейміз бе, содан аса алмаған дейді. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның муъжизасын істеген жерден шығып кеткен, басқа галактика өтіп кеткен. Немен? Қол ишаратымен. Иса алейхиссалам осын істеген, бірақ ол кісінікі жер бетінде. Немен? Таяқпен істеген. Теңіздекке бөлді. Сол таяқпен тас тұрды, су шықты. Пайғамбарымыздікі одан күшті екеніне дәлел, айды ишаратпен, қолмен, саусақпен бөлсе, саусақтарының арасынан су шыққан. Кімдікі күшті? Пайғамбарымызды күшті. Неге? Басқа әлемге өтіп кеткен. Басқа әлемге өтіп кетті. Вақад зукират ау закарат, міне маңыздысы, вақад закарат әл-жараидул әжнабия. Әжнабия дейміз, шетелде жарық көрген бұл не? Журнал. Жарайд дегеніміз журнал, басылым. Мақалатан аррабатха жаридатул инсанил арабия. Демек ол басында шыққан кезде, басылым болып шыққанда басқа тілде шыққан. Кейін оны бағанағы журналды алғанда аррабатха дегенімізде араб тіліне аударып, жаридатул инсан деген, инсан, адам атты журнал не істеген, араб тіліне аударып мақал қылып шығарған. Аллати канат тутбау бил астанатил алия. Бил астана деген жерде басыла деген. Хасилуха, демек сол бағанағы басылымда шыққан мақаланың қорытындысы. Бір ауыз сөзбен айтқанда, аннаху уфира, табылған, ашылған, фи мамалики Син. Син патшалығында, Қытай патшалығы. Қытай патшалығы көп қой. Резиденция. Аля бунаин, ау аля бинаин, қадимин. Сөйтсе, Қытай мынау патшалығында ескі бір үй табылған, құрылыс табылған. Бина дейміз құрылыс. Қадимун мактубун алейхи, сол табылған үйдің немесе құрылыстың қабырғасына мынау жазылған. Аннаху буния, мына салынған құрылыс пәленше жылы салынған, жазылған солай. Кәзәлләзи, қай жылы салынған? Аллази вақа фихи хадисатун самауийин азим ва хуа иншиқақул қамар нисфайни. Қашан салынған? Аспандық үлкен оқиға болған. Қашан? 2 ай 2-ге бөлінген кезде мына үй немесе бағана құрылыс салынған деп қабырға жазылған. Сонда құрылыстың салыну датасы, мерзімі қай уақытта? Ай 2-ге бөлінген сәт деп жазылып тұрған. Қай жерде? Қытайдың бір қалаларында. Фахаррар ал-хисабу, сөйтіп хисап деймізде есепті. Демек, бағанағы
санақ бар ғой, жыл санағын есептеп көрсе, фауафақа, есептеп көрген ғой, қашан болды ол? Демек, үйдің салынған жылын есептеп көрсе, сай келген екен, фауафақа санат, жылға сай келген, иншиқақихи ли сайидина ва маулана расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам. Бағана есептеп көрсе, неге сай келген? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға айдың екіге бөлінген сәтіне тура келген. Демек, айдың бөлінгені тек қана мекендік емес та, сол мекендегі адамдар ғана көреді, қалған жерлердегі жер шарындағы адамдар көрмейді, оларға жай ғана домалақ болып тұра береді. Ондай емес. Бәлкім ол муъжизатун кубра, жер шарын тол қалған. Демек, оны Қытайдағылар көрген болса, Қазақ даласында да көргендер бар. Бірақ ол не болып қалмады бізде? Мынау сияқты қабырғаға жазылып, дерек болып қалмаған. فحينما رأى المعاندون هذه الآية الكبرى قال بعضهم لقد سحركم ابن أبي كبشة. Мына үлкен муъжизаны көрген кезде қырсыққан, тырысқан, қарсы келгендер не деп айтты бір-біріне? Сендерді қойшының баласы сиқырлап тастапты деп айтты. Неге Абдулла деп айтпаған, білесіздер ме? Абдулла деп айтатын болса, Құрайштың өзіне тиін деп тұр. Себебі Абдулла кімнің баласы? Абдул-Мутталиптің сүйікті баласы. Құрайш Абдулланы бәрі сүйген, сол себепті олар өздеріне тимесін деп, пайғамбарымызды асыраған, қамқорлық қылған сүт анасы мен сүт әкесі бар ғой енді, өгей әкесі. Соның атымен атаған, не деп? Қойшының баласы деп. Себебі пайғамбарымыздың сүт анасы Халима болса, оның күйеуінің есімі Әбу Кәпше болған. Әл-Харис есімі, бірақ елдің арасында Әбу Кәпше деп аталған. Сомен атап отыр. Неге? Өздеріне нұқсан келмесін, кемшілік. Фәәнзәләллаху фихим, міне осы сөздер үшін Алла тағала келесі мына аятты түсірді. Қалаллаху тағала: «Ва иярау аятан юъриду ва яқулу сихрун мустамир». Не істеді? Алла тағала айтқан сөздерін сол қалпында өзгертпестен сақтап қойды. Аят көрсе не деп айтады деді? Жалғасқан барлық адамдар сиқырлап тастаған сиқыр деп айтты. Басқа айтатын сылтауы жоқ. Сумма, омен шектелді ме? Жоқ, омен шектелген жоқ. Сумма саалу расула бa'да залика аятин ла яқсидуна бизалика илля та'аннута вал инад. Пайғамбарымыздан муъжизаны сұрайды, бірақ оны сұраудағы мақсаты иман ету емес. Иман еткісі кеп тұрған жоқ, бәлкім не? Қырсығу, қарсыласу. Фәминха, сол сұраған муъжизаларының бірі: «Қалу кәма фи суратил Исра, лән ну'мина ләка хатта тафджура лана минал арди янбу'a». Олар саған иман етпейді, жерден бұлақты атқылап шығартпағанша, бұлақтың көзін шығармағанша. Жақсы, ғалымдарымыз айтады, оларға Алла тағала осы сұраған беріп қойған дейді. Мына сұрағанын олар сұрап тұр дейді пайғамбарымыздан, жерден бізге су шығарып бер, бұлақ шығарып бер деп. Алла оны бұрын шығарып қойған. Кімдікі ол? Зәмзәм Исмаилдікі. Шығарып қойды ғой дейді. Содан Меккеде тіршілік пайда болды емес пе? Содан тіршіліктің бастауы басталды. Көріп тұр дейді, бірақ айбрат алып тұрған жоқ дейді. Сұраған нәрсесін барлығын берген дейді. Мына қазір оқитын аятта, алдымызда тұрған аяттағы олардың сұраған нәрсесін барлығын берген дейді Алла тағала. Келесі: «Ау такуна лака джаннатун мин нахилин ва инабин фатуфаджира ал-анхара хилалаха тафджира». Міне, немесе сенде бақша болсын деді. Зәмзәм шықты, содан кейін бақша пайда болды емес пе? Болды. «Ау тусқита السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن أو ترقى». Бірінші, екінші, үшінші муъжиза кетті. «Ау якуна лака бейтун мин зухруф». Пайғамбарымыздың жұбайы, анамыз Хадижа анамыздың жаннаттағы үйі неден салынады? Лю'лу'адан салынады. Лю'лу'a дегенімізде маржаннан салынады деген. Арасында кірпіш, ағаш, біздің мына әлемдегі түсініктегі қалыптасқан суреттемедегі құрылыс материал бар ғой, оның біреу болмайды. Жаннаттағы Хадижа анамыздың үйі лю'лу'адан салынады. Енді Хадижа анамыздың радиаллаху анха баспанасы жаннаттағы сол болған болса, пайғамбарымыздікі не болады? Айта ала ма?
Мынаны сұрап тұр дейді да, міне. Ау якуна лака бейтун мин зухруф. Зухруф дегеніміз ол люлю сияқты маржан анандай қымбат тастардың қатарына кіретін тас. Изумруд, жасыл түсті. Ау келесі. Ау тарқа фис самаи. Тарқа дегенімізде аспанға көтерілу. Аспанға көтерілу оқиғасы біз не деп айтамыз? Ми'раж оқиғасы дейміз. Болды ма? Болды. Бәрі болған дейді, сұраған нәрселердің бәрі. Уәлә ну'мина ли руқийейка. Міне, руқи дегенімізде демек, көтерілгеніңе ешкім иман етпейді. Хатта туназзила алейна китабан нақрау. Саған иман етпейміз, аспанға шықтым дегеніңе сенбейміз. Қашанға дейін? Оқитын кітап әкеп берілмегенше. Құран келді ме, келмеді ме? Құран келді дейді. Демек, мына жерде сұраған нәрселердің барлық Алла беріп қойған дейді. Бірақ олар иман еткісі келіп тұрған жоқ. Иман еткісі келсе, барлық нәрсе көз алдында тұр ғой дейді. Уәләм юджибхумуллаху илля биқаулих. Алла тағала олардың сұрағанына былай жауап берді. Құл субхана рабби хәл кунту илля башара расула. Мен не едім тек адамдардан, емне айтпаған сендерден араларынан шыққан елші едім. Айтпаға періште емеспін. Ләнна Аллаха алима ма тукиннуху жауанихухум минат таассуби вәл инат. Себебі Алла тағала олардың кеудесі, жүрегі нені жасырғанын, қандай пиғылды ниеттеніп тұрған Алла біледі. فلا يؤمنون مهما جاءهم من البينات كما قال جل ذكرهم في سورة الأنعام. Алла демек пайғамбарымыз Алла тағала былай айтып жатыр, олар саған иман етпейді, қаншама дәлел алып келсең де, қаншама муъжизаны көрсетсең де олар иман етпейді деп мына аятты түсірді. وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ. Міне, аятты алып кел, олар иман ете ме? Жоқ, иман етпейді. وَكَيْفَ يُرْجَ الْخَيْرَ مِمَّنْ قَالُوا كَمَا فِي سُورَةِ الْأَنْفَالِ. Енді қараңыздар. Негіз иман еткісі келген адамның дұғасы мынандай болу керек еді. Қалай? Я Раббым, мұны ақиқат болған болса, бізге мейіріміңді түсір, бізді тура жолға сал деп айту керек еді. Жоқ, олар бүйтіп айтты дейді. Анфал сүресінде бар. Аллахумма ин кана хаза хувал хақ. Я Раббым, мына Мұхаммад саллаллаху алейхи ва салламның көрсетіп жатқаны, айтып жатқаны ол хақ болса, хақ болған болса, мен индика, және сен тараптан болған болса, фаамтир алейна хижаратан минас сама ау и'тина би'азабин алим. Ақиқат болған болса, шынымен, онда керісінше сұрап тұр болар. Не дейді? Бізге аспаннан тас жаудыр да, бізге қатты азапты бер деп айтқан ғой. Қалай? Ақылға сыймайды бұл. Демек, бұл адамдар немесе мына топ, мына мүшриктер не істемеген, ақиқатты қаламаған муъжизаны сұрауда. Бәлкім не істеген қырсығу, қарсылық білдіру. Адамның ақылы дұрыс болса бұлай сұрамайды ғой. Мынау ақиқат болған болса бізге азапты түсір деп. Міне аятта тұр ғой, субханалла, бұл таңғаларлық нәрсе. Таңғаларлық. Алладан сұрап тұрды. Аллаху мин кана хаза хуал хаққу мин индик. Мына шынымен сен тараптан келген ақиқат болған болса, бізге азап бер, немесе аспандан, немесе басымыздан не жаудыр, тас жаудыр деп тұрды. Қалай? Уәләм яқулу, олар былай деп айтпады. Ин кана хаза хуал хаққу мин индика фахдина илейхи деп айту керек еді ғой. Я Раббым, мына көргеніміз сен тараптан келген, сеннен болған ақиқат болса, бізді тура жолға сала көр деу керек еді ғой. Жоқ, оның орнына не деп айтты дейді? Бізге азап бер деп айтты дейді. Демек, олар тура жолға түскісі келіп тұрған жоқ, Алла сақтасын. Ва хазихи суннатун мин сунанил анбия иза рау мин туллабил аяти инадан. Бұл енді тек пайғамбарымыз емес, пайғамбарымыздан басқа да пайғамбарлардың сүннеті. Қауымы не істейді? Кеп қырсығып, әдейі бір муъжизаны сұраса сұрамайды оларға. Неге? Иса алейхиссалам содан қорыққан. Кез келген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям содан қорыққан. Неге? Олардың сұраған, қазір пайғамбарымыз сұрайтын болса, берілер еді бағанақ сияқты. Бірақ оның артындағы азабы күшті. Оның артындағы азабы мынау болады. Сендерге Мұхаммед көрсетті ма? Немесе жалпы сендерге жіберілген пайғамбар сендердің сұрауларыңды орындап, бағана муъжизаны көрсетті, сендер көрдіңдер. Енді содан кейін иман етпесеңдер, жер бетінде азаптамаған азаппен сендер азаптаймын деп Айсаның үмметін айтпады ма? Неге? Себебі кәшіп болды ма? Кәшіп болды. Сен ғайыпқа иман ету керек едің ғой. Сұрап алдың да, енді көргеннен кейін саған өзір жоқ дейді.
Түсініп тұрсыздар ма? Енді көрдің ғой болды. Одан кейін күпірлік қылып, қырсығып, қарсылық танытып, иман етпей кетсең, бітті. Көрдің ғой, бітті. Сол себепті ғалымдарымыз, Алладан не сұрама деп айтқан, кәшф сұрамаңдар деген. Я Раб, маған тағдырымды көрсетші. Я Раб, ертең қалай болады көрсетші. Я Раб, түсімде бүйтші, көрейінші. Я Раб, маған сондай қасиет берші, адамның ниетін көретін. Я Раб, маған сондай қасиет берші. Ұшып кетеді. Ол кәшф болып есептеледі. Оны бергеннен кейін алып сен амал етпесең, тақуалық деңгейіңді арттырмасаң, біттің. Азабың екі есеге түседі. Неге? Ашылды саған ғайып. Сол себепті Бақара сүресін Алла тағала не деп бастады? Алиф лам мим заликал китабу ла райба фихи худан лил муттақин. Сосын аллазина юъминуна бил ғайб. Мына умметтің ерекшелігі, біз ғайыпқа иман еткенбіз. Біз көрдік пе пайғамбарымыздың мұғжизасын? Көрген жоқпыз. Кімдер көрді? Сахабалар көрді. Біз көрген жоқпыз. Ал қалған умметті алатын болсаңыздар, қалған умметтің барлығы мұғжиза көрген дейді. Көрген, кәшфті көрген. Біздің ерекшелігіміз сонда қалған умметпен салыстырсаңыздар, аллазина юъминуна бил ғайби ва юқимуна салата ва мимма разақнахум юнфиқун. Біздің сипат па? Альхамдулилля, біздің сипатымыз. Сол себепті Аллаға мадақ деп жүре бер дейді. Көрсетпей қоймаған еш нәрсені. Тіпті бір өткен әулиелеріміз бар. Кітапты іздесеңіздер, ашып қарасаңыздар, кітаптан табылады ол кісілер. Шәдили жолында болған бір әулиеміз бар. Алла тағала ол кісінің тақуалығына сай, еңбегіне сай берген кәшфті, караманы берген. Карамасы алдына келген адамның ниетін, пиғылын көріп отырады екен. Жаман пиғылда ниетте келді ма, жақсы ма көріп отырады екен. Содан қиналып кеткен екен. Бәрін көріп қоя береді. Мысалы, сіздер отырсыздар, мен әрбіріңізді көріп отырамын. Маған ол жүк па, жүк емес пе? Жоқ қой. Маған біреуіңіз қарап отырса, сөйтіп ішіңізде мен боқтап отырсаңызшы. Мен оны көріп отырмын. Мен не істеймін? Оны қалай қабылдаймын? Онымен қалай күресемін? Мен не істеу керекпін? Сондай жағдайда қиын ба, қиын емес пе? Содан қиналып кеткен екен. Сөйтіп, содан арылу үшін, я Раб, мына нығметті қайтып алшы деп, арнайы түрде қажылыққа барып, тауаф жасап жүріп дұға еткен екен. Я Раб, алшы, я Раб, алшы, мына бергеніңді алшы деп, сол жерде Алла алған екен. Содан кейін тынышталған дейді. Алып қойған қайын. Біз не істейміз? Я Раб, я Раб, мен әулие қылшы, я Раб, мені, я Раб, мен қашан жұлдыз болам, я Раб. وإنهم يطلبونها تعجيزا لا يسألون الله إنفاذ هذه الآيات كي لا يحل بقومهم الهلك كما حصل لعاد وثمود وغيرهم. Сол себепті пайғамбарлар үмметіне деген мейірімділігі, үмметіне деген аяушылығы, шапағаты аналардың сұраған сұрамайды екен. Неге? Көріп тұр да пайғамбарымыз олардың иман етпейтін. Иман етпесе не болады? Көргеннен кейін бітті. Азапқа кетеді. Сол себепті не деп айтады екен? Бүйтіп айтады да, мына сөзді айтады. Қол субхана рабби хәл кунту илля башар расул еді. Тоқтайды. Түсініп па? Бүйте салмайды. Я Раб, бес мыналарға демейді. Мына аятта айтады. Мына аяттағы айтылғандай, қол субхана рабби хәл кунту илля башар расул еді. Тоқтайды. Бағана сұрағандарын не істемей қояды? Орындамай қояды. Ал ол кісінің, пайғамбарымыздың орындамағанын бағанағы қырсығып кеп тұрғандар, әдей жасап тұрғандар қалай түсінеді дейді? Әлсіздік көреді, орындай алмады, қолынан келмеді деп, қолын сілтеп, қойшы деп кетіп қалады. Сонда пайғамбарымыздың әрекетінде, кейбір ісінде не бар? Мейірімділік бар, бірақ көп жағдайда соны біз түсінбей жатамыз да, содан өзімізше комментарий айтып, өзімізше менімше деп пікір айтып жібереміз да. Менімше деп. Жоқ, сен сәл тоқтал, менімше дегенде ешқашан асығыстық қылма дейді. Себебі ол жерде бір сыр бар. Мысалға, Таиф оқиғасында баршамызға мәлім. Алда өтеміз иншалла. Жибрил алейхиссалам кіммен келді? Тау періштесімен келді. Екеуі Алланың бұйрығын орындайтын періштелер. Солай ма? Ва яфалуна ма юъмарун ва ла ясун. Құранда періштелерді Алла тағала солай сипаттады емес пе? Бұйырылған бұйрықты орындайды да қарсы келмейді деді. Демек,
екі періштенің міндеті Мұхаммед сендерге не деп айтады, соны істейсіңдер. Бірақ ар жағындағы сырды біле ме? Ар жағындағы тұрған біле бермейді. Неге? Себебі Құранда Аллах Субханала тағала кейбір ғайыпты, кейбір өзінің таңдаулы пайғамбарларына не істеп береді деді, ашып береді деген. Пайғамбарымызда таифтықтар, сақифтықтар бар, таспен қуып шықты. Зайд ибн Хариса екеуін. Солай ма? Дөңге шығып қарап тұрды сайдағы таиф халқын. Жибрилмен тау періштесі келді де, я Мұхаммед, бұйырғаныңды орындаймыз деді. Не айтасың, сол болады. Тауды аламыз да, жермен жексен қыламыз да, мына таифты жоқ қылып жеріміз деді. Айтсаң болды деді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не істеді? Рабби, немесе Аллахумма ғфирли қауми, фа иннахум ла я'ламун деді. Енді пайғамбарымыздың осы әрекетін сен сөге аласың ба? Бұға сол не істей салу керек еді? Пайғамбарымыз Жибрилге айта салу керек, немесе тау періштесіне бұйрық бере салғанда жақсы болар еді ғой. Не істейтін? Бағанағы пайғамбарымызды таспен атып шыққандарды таспен немесе таумен езіп жоқ қылып жібереді. Жоқ, сәл тоқта енді. Жибрил мен Жабраил алейхиссаламмен тау періштесі не деп айтты? Қалай сен? Мынандай сөзді айтасың мынандай жерде? Деп таң қалған дейді, дәһшә болған дейді. Нені күткен дейді олар сонда? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қазір бізге бұйырады, біз барамызды аналар не істейміз? Жоқ қылып жібереміз деп келген дейді. Нені күтпеген? Пайғамбарымыздың қалай бағанағы ситуацияға мәміле жасайтынын және не деп айтатынын күтпеген дейді олар. Білмейді да шешім. Артындағы нәрсені көрмей тұр. Ал пайғамбарымыз не деп айтты? Мыналардың белінен ертең иман ететін үммет шығады деді ма? Шығады деді емес пе? Шығады деді. Шықты ма? Шықты ғой. Сонда көріп тұр ма ар жақтағы нәрсені? Көріп тұр. Бірақ сол сәтте ішін көре қоймайды. Тағы да қайтайын артқа. Худайбия келісімінде Омар ибн Хаттаб, я Расулалла, мына келісімнің барлығы біз үшін емес, мүшриктердің мүддесіне шешілді ғой деп ашуланды ма, ашуланған. Сәл кішкене әдепсіздік сақтақ, бұл әдепсіздіктен шығып кеткен, әдептен бұзып кеткен. Я Расулалла деп зекіп қойған кішкене. Сонда Абу Бакр Сыддық не деп айтқан? Я Омар, илзам ғарзак деген айтпаған не? Орныңды біл деп қатты айтқан. Ол Расулалла деген. Қарасаңыз, шынымен алда оқимыз, ана келісімнің барлығы басынан соңына дейін көрсетілген баптың барлығы мүшриктің мүддесіне шешілген. Негіз бір қарағанда. Пайғамбарымыз істеген? Ар жақты көріп тұр ғой, ғайыпты көріп тұр ғой. Келісе берген де. Омар сол жерде көрген жоқ. Шешімін түсінді ма? Шешімін түсіне білген жоқ. Пайғамбарымызды көріп тұрғанын көре білген жоқ. Сол себепті не қылды? Міне, пайғамбарымыз Абу Бакр, Омар арқылы бізге сабақ беріп отыр. Омар ол пәк жаннаттық кісілер ғой. Бірақ бізге сол сабақты үйретеді. Кейін Омардың сөзі бар. Өмірден өткенше мен бір жалғыз нәрсеге өкіндім, сол үшін көп истиғфар айттым деген. Неге? Әттең сол келісімде пайғамбарымызға бағынағы қылығымды көрсетпегенімде деп айтқан. Өкінген. Неге? Себебі бағанағы келісімдегі көрсетілген баптың барлығы мүшриктердің мүддесін емес, пайдасын емес, бәлкім барлығы түгелдей мұсылмандардың пайғамбарымыздың пайдасына шешілген. Барлығы көзі жеткенде. Ал пайғамбарымыз соны айтқан. Сәл сабырлық қылыңдар. Сәл сабырлық қылыңдар деген. Содан не істеді? Пайғамбарымыз айтты ғой, шаштарыңды қысқартыңдар да, ана айдап келген малдарыңды құрбандыққа шалыңдар дегенде ешкім қозғалмай қойды емес пе? Үйге ашуланып кірді. Үйге кіргенде кім болды? Сапарға шыққан, кім болды? Анамыз Умму Салама болды емес пе? Сөйтіп айтты емес пе? Мына қауым құрып кетті, мына қауым хәләкқа кетті, құрдымға кетті дегенде Умму Салама не істеді? Міне, әйел адамның несін көрсетті мына жерде? Миссиясы. Әйел адамның болмысы қандай болу керек? Яғни пайғамбарымыздың қасындағы әйелдері, яғни аналарымыздың өзі пайғамбарымызға не бергенден де анандай сабақ берген сияқты да, ондай емес. Бұл жерде әйел адам еркекке қалай мәміле жасау керек дегенді көрсетіп отыр. Әйтпесе пайғамбарымыз әйел адамның ақылына, нұсқауына мұқтаж емес. Умму Салама анамыз не деді? Я Расулалла, ол сіздің үмметіңіз ғой.
оларда сағынып келіп тұр. Өзіңіз үндемей-ақ бастасаңызшы, үндемей-ақ шығып көрсетсеңізші, олар да істеп кетеді деді. Көрдіңіз бе не деген даналық? Пайғамбарымыз шынымен үйден шықты да ешкімге қараған жоқ, бәрі шашын қысқартты, малын соя бастаған еді, бәрі атып тұрды да бір-бірінің шашын алды да малды қысқартып кетті емес пе? Міне, түсінді ме, түсінбеді ме олар? Түсінген жоқ. Неге олар енді бірден пайғамбарымыздың бұйрығын орындаған жоқ? Кеп тұрмыз ғой мына Меккеге, неге кірмейміз біз? Көрмей тұрды ар жақтағы себепті. Ал қазіргі таңда біз сахабалар пайғамбарымыздың қасында жүріп, істеген кейбір әрекетін түсінбей жатыр да, мән мағынасын. Ал хадисін оқып біз қалай түсінеміз? Сөзін оқып қалай түсінеміз біз? Нені меңзегенін қайдан білеміз? Бір ғалымдарымыз сондай әулиеміз отырып аламыз да, ой сен وهذا هو المراد من قوله تعالى في سورة الإسراء وما منعنا أن نرسل بالآية إلا أن كذب به الأولون منه. Бізге не кедергі болды аяттарды жібере салуға? Яғни мұғжизаны көрсетуге не кедергі болып тұр? Кедергі болған нәрсе алғашқыларда не істеген? Аятты көріп не істеді? Жоққа шығарды емес пе? Мысалға, Иса алейхиссаламның артынан ергендер үмметі нені сұрады? Әнзил минас самаи, дастархан түсір деп айтқанбады ма? Мәидатан. Бізге той болсын, жақсылап тойып жейік деп айтпады ма? Сонда Иса алейхиссалам Алла тағала не деп айтты? Мен түсірем деді, сендердің сұрағандарыңды берем, бірақ содан кейін күпірлік қылсаңдар. Ла уазибуху азабан фи дуния. Қалай еді? Қазақшасы, арабшасы енді аятты жаттамағандықтан толық есіме түспей тұр. Қазақшасы: мен сендерді азаптаймын, жер бетінде ешкімді азаптамаған азаппен деді. Ғалымдарымыз айтады, ол азапты ешкім айта алмайды деген. Сүннетте жоқ ол азап. Неге? Кәшф болды дейді, бітті, кешірім жоқ. Сол себепті біз көп сөз, бір сөз айтамыз ғой, жақсы сөз, білмеймін деген сөз айтамыз. Білген адамға не жоқ? Кешірім жоқ. وقد حصل لمسيح عليه السلام أنه لما وقف أمام هيرودوس طلب منه آية فلم يجيبه إلى طلبه. Herodus деген бір адам Иса алейхиссаламмен келіспей қалады да, Иса алейхиссаламнан мұғжизаны сұрайды. Сонда Иса алейхиссалам сұрағанын айтпайды, немесе сұрағанын бермейді. Неге? Себебі ол иман етейін деп сұрап тұрған жоқ. فلما رأى ذلك سخر منه. Бағана Herodus Иса алейхиссаламның сұраған Иса алейхиссалам орындай алмағаннан кейін не істеді? Сахира дейміз, келемеждеді, кемітті, кемсілдеді, яғни мазақ етті. وَرَدَّهُ بِلَطِيس بَعْدَ أَنْ كَانَ يَأْسَفُ عَلَيْهِ وَيَتَمَنَّى لِقَاهُ. Сөйтіп Билатис қайтара салады, неге? Себебі сонымен жолыққысы келіп жүреді. وَذَلِكَ مَذْكُورٌ فِي الْإِصْحَاحِ الثَّالِثِ وَالْعِشْرُونَ مِنْ إِنْجِيلِ لُوقا. Мынау енді не болып кетті? Инжилдағы кітап бөлінген ғой, Инжилдің 23-21 сол бапта келген екен мына оқиға. Демек Иса алейхиссаламнан да оның артынан ерген қауымы сұраған мұғжизаны. Иса алейхиссалам не істеген? Сол қауымы үшін мейірімділігі не істеген? Сұраған, сұрап бермеген. Неге? Азап түсіп кетеді оларға. هذا ولما رأى المشركون ضعفهم عن مقاومة المسلمين بالبرهان تحولوا إلى سياسة القوة التي اختارها قوم إبراهيم عندما عجزوا عنه حيث قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم. Бітті. Барлық қолдан келетін шараның барлығын істеп көрді, ешбірі пайда әкелмеді, пайдасыз болып келді. Пайдасыз болып айналды. Содан не істеді? Ибрахимнің қауымы, Ибрахимнің айтқанына жауап бере алмаған сәтте неге көшкен еді? Күшке көшті емес пе? Күшке көшті. Не деп айтты? Мына пұттарыңды, діндеріңді қорғап қалыңдар да, оны отқа тастап өлтіріңдер деді емес пе? Айтар қанағаттандырарлық жауап бере алмады. Жауап, шешім бере алмағандықтан неге көшті? Күшке салды. Ол адамның сипаты ғой негіз. Бізде де сондаймыз ғой. Біреуге жауап бере алмай жатсақ, қайтар төтеп бере алмай жатсақ, неге көшіп кетеміз? Күшке көшеміз ғой. Солай ма? Дейсің да, сөз жоқ, айтар сөзің жоқ, сонымен күшіңді көрсетесің. Міне, мүшрик неге көшті дейді? Соңында пайғамбарымызға және мұсылмандарға қарсы төтеп беруге шамасы жетпегеннен кейін, әлсіздігін түсінгеннен кейін
пайғамбарымыз Ибраһимге қауымы көрсеткен нәрсені олар да таңдады. Нені қолданды? Қуат. Неге? Күш көрсетуге, күш саясатын қолдана бастады. Хайсу қалу харриқуху, оны алыңдар да Ибраһимді отқа тастаңдар да, уансуру алихатакум, пұттарыңды аман алып қалыңдар. Кама фи суратил анбия. أما هؤلاء فازدادوا بالأذى على كل من أسلم رجاء صدهم عن اتباع الرسول عليه السلام. Ал енді қалған мүшриктерге келетін болсақ, қалған мұсылмандарға олар зиян беріп, зиянды күшейте түсті. Неге? Пайғамбарымыздың артынан қайтару үшін, пайғамбарымызға еріп кетпесе екен деген үмітте. Уәләм ятруку бабан илля уәләжуху, ешқандай бапты айтпаған, ешқандай мүмкіндікті тастаған жоқ, бәлкім қолдан келетін барлық мүмкіндікті қолданып көрді. Фақала алейхи ассалату вассалам ли асхабихи, міне сол сәтте демек не көбейді деген сөз, мүшриктер тарапынан сол кездегі саны аз болған мұсылмандарға зардап зиян көбейді деген сөз. Енді қандай есік ашылайын деп тұр мұсылмандар үшін? Тафаррақу фил ард. Қандай есік ашылды? Жер бетінде кезіп кетіңдер деді. Яғни жан жаққа тарап кетіңдер. Ненің мағынасы? Хижра деген сөз. Тафаррақу фил ард дегенімізде жер бетін кезіп кетіңдер деген сөз. Алла тағала пайғамбарымыз нені рұқсат етті деген сөз? Дініңді, жаныңды аман алып қалу мақсатында бағанағы зардап көріп жатқан жерді таса басқа жаққа кетесің. فإن الله سيجمعكم فسألوه عن الوجه فأشار إلى الحبشة. Енді қай жаққа кетеміз? Жанымызды, дінімізді қорғап, қай жаққа бет аламыз дегенде пайғамбарымыз Хабашаны не істеді? Ишарат етіп, Хабаша жаққа қарай сілтеді. Хабаша дегенімізде қазіргі таңдағы Эфиопия, Демек, мына оқиғаны қарасаңыздар, Алла тағала мына жоғарыда оққан екі аятта да екі пайғамбарды келтірген. Біреуі Иса алейхиссаламды келтіреді. Солай ма? Иса алейхиссаламның қауымы сұраған тамақты. Солай ма? Сұрады. Ибраһим алейхиссаламның қауымы басында сөзбен талас қылған, диспут қылған, соңында жеңіліп қалды да күшке өтті. Пайғамбарымызда да солай болып тұр. Пайғамбарымыздан да қауымы сұраған, пайғамбарымызға да қауымы зиян берді, соңында шамасы жетпегеннен кейін пайғамбарымызға күш көрсете бастады. Екеуі де бар ма? Екеуі де бар. Көрдіңіздер ме? Бірақ нәтижесі қандай? Нәтижесі басқа. Нәтижесі бұл жерде Иса алейхиссаламның қауымы белгілі бір ғана топ. Жер бетіндегі адамзаттың бәрі емес. Ал пайғамбарымыздың адамзаттың барлығы. Қайсысы күшті? Пайғамбарымыздың күшті. Ибраһимнің қауымы ол белгілі ғана бір жердегі шоғырланған адамдар ғана. Пайғамбарымыздың жер бетінің адамзаттың барлығы. Көрдіңіз ба? Сонда Аллах субханаху ва тағала пайғамбарымызды қалай да Құранда пайғамбарлардың төресі екенін дәлелдеп көрсетіп кеткен. Сәл ғана итқан дұрыстап көз жүгіртіп, мағынасына мән беріп оқысаң, пайғамбарымыздың кім екені анық көрсетіліп тұр дейді. Мысалға, баршамызға мәлім Ахзаб сүресіндегі салауатқа қатысты аят. 65-ші аяты. Қала Аллаху Таала: «Инна Аллаха ва малаикатаху юсаллуна алан наби». Аля Мұхаммад деп айтты ма? Аля амин деді ма? Жоқ. Аля кімге? Алан наби. Бақараға қайтыңыздар. Алла тағала періштелерді шақырды. Сонымен жаратқан Алла Құдай иемізбен мына жақта періштелердің арасында не болады? Әңгіме болады. Қандай әңгіме? Жер бетінде мен бір халифаны жаратам. Сонда періштелер әлемі, періштелер не деп айтады? Олар енді жаратқан құлың сенің. Жер бетінде қан төгіп, бұзғыншылық жасайма, фасад жасайма дегенде Алла тағала айтты емес пе? Сендер білмейтін нәрсені мен білем деді. Періштелер кімді меңзеді сол сәтте? Жоқ, жындарды меңзеген. Олар қайдан біледі енді адам атамыздың жер бетіне түскеннен, жерге келгеннен бұзғыншылық жасап, фасад қылатын қайдан біледі? Олар кімге қарады? Жер бетінде бұрын мекен деген жындарға қарады. Олар соны істеген. Соған қияс қылып салыстырмалы түрде не деп айтты? Енді ол да сол аналар сияқты жер бетінде қан төгеме деді. Солай ма? Солай. Содан кейін әңгіме жалғасып келе жатады, не деп айтады? Мен халифаны жараттым да, оған не істеңдер сендер? Фасджуду деді. Кімге? Аятты оқиық, не деп айтты?
قال الله تعالى وإذ قال للملائكة اسجدوا кімге? لآدم. للنبي деп айтты ма жоқ? لآدم деп есімін айтты ма? Есімін айтты. Екі аятты енді алып келейік те салыстырайық. Инна Аллаха ва малаикатаху юсаллуна алан наби. Сосын وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. اسجدوا يصلون. Екеуі бір етістік па, бір етістік емес па? Бір етістік қой. Сәжде ет, юсаллун. Фиал мудари. Солай ма, солай емес па? Адамға не істеңдер? Тағзым етіп, құлшылық етіп па? Жоқ, тағзым етіп, құрметтеп не жасаңдар? Сәжде қылыңдар. Ал біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға адамзаттың барлығына нені бұйырды Алла тағала? Салауат айтыңдар. Екі бұйрықтың мағынасы бірдей ма, бірдей емес пе? Бірдей. Бірақ екеуінің ерекшелігі, ана жақта адам деп Алла тағала есімін айтады да, мына жерде нені айтады? Нәби дейді. Қайсысы күшті болып тұр сонда? Пайғамбарымыз күшті дейді. Жақсы. Енді екі бұйрықты орындамаған адамдардың тағдыры қалай болады? Нәтижесі қалай болады? Адамға сәжде етпеймін деген кім? Шайтан. Не болып кетті? Кәпір болып кетті ма? Кафара, сосын лағынетке ұшырады. Енді кімде-кімге пайғамбарымызға салауат айтпаймын десеші. Не болады дейді? Тура шайтан сияқты болады. Неге? Себебі Алла тағала екі пайғамбарға да екі ұлық нәрсені бұйырған. Істеткен, істеңдер деп бұйырған. Адамға құрметтер не жасаңдар? Сәжде етіңдер деді да. Ал пайғамбарымызға не етіңдер? Салауат айтыңдар деді. Басқа пайғамбарлар бар ма сондай? Жоқ дейді. Басқа пайғамбарлар бар ма? Айсаға қатысты. Жоқ. Муса қатысты. Сондай бір Алланың бұйрығы түскен ба? Жоқ. Сонда Алла тағала пайғамбарымызға адамға берген нәрседен күштісін берді. Ол не? Салауатты берген. Міне, көрдіңіздер ме? Сол себепті біз мына Рамаданда осы ораза айында салауатты көп айту керекпіз. Көп айту керекпіз. Әлсіз болса да, мына хадис бар. Кімде-кім күнне 1000 салауат айтқан болса, оған тозақ оты харам болады деген. Тозақ оты оған харам болады деген. Жеткен жол әлсіз дегендер бар. Бірақ ана жақтағы Қатаи Ахзаб сүресінде келген аятпен қуаттайтын болса не болып кетеді? Көтеріледі ғой хадис. Себебі аятта тұр ғой. Салауат айтыңдар деген. Солай ма? Солай. Жақсы. Осылайша пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сахабаларға ол кезде саны әлі 30-дан аспаған. 40-қа әлі жетпеген. Себебі 40 деген санды кім толтырады? Омар ибн Хаттаб толтырады. Сонда 40-шы болып исламға келген 40 адамдың санын толтырған кім болады? Омар ибн Хаттаб. Ал мына жерде жер бетін кезіп кетіңдер, қоныс аударыңдар деген сәтте саны неше болған? Ары кетсе 33, 35, 36 сондай ғана болған дейді мұсылмандардың саны, сахабалардың саны. Демек, бірінші қоныс аударған жақ қай жақ екен? Ол пайғамбарымыздың ишараты бойынша Әл-Хабаша. Хижратул Хабашатил ула. Бірінші Эфиопияға сапар. Енді ол кезде Эфиопия, қазіргі таңдағы Эфиопия біз білетін, бұрын Хабаша деп мына 3 мемлекетті қамтыған. Қазір ол 3 мемлекет жеке-жеке мемлекет болып, өзінің несін алып қойған, тәуелсіздігін алған. Ал бұрын соның барлығын қоса Әл-Хабаша деп атаған. Эфиопия жеке, қазір жеке болып кеткен. Бұрын соның бәрі бір болған. Эфиопияның өзі, сосын Сумал, сосын Судан, сосын Эритрия деген жер бар. Эритрия деген жер бар. Сонда Эфиопия деп бұрын нені атаған? Осы үшеуін. Сумалды, сосын Суданды, сосын нені? Эритрияны атаған. Үшеуін не деп атаған бұрын? Хабаша деп айтқан. Ал қазір жеке-жеке атайды бұны. Эфиопия бөлек, Эритрия бөлек, Сумал бөлек, Судан бөлек. Бірақ анау кезде бәрі тұтастай бір мемлекет болған. Соның патшасы кім еді? Патшасы кім? Христиан дінінде болған Ан-Наджаши еді.
فعند ذلك تجهز ناس للخروج من ديارهم وأموالهم فرارا بدينهم كما شرع عليه الصلاة والسلام. Міне пайғамбарымыз рұқсат еткеннен кейін, Алла тағала рұқсат бергеннен кейін адамдар жиналып кеп сапарға, жолға шыға бастады. Үйлерін тастап, малдарын тастап, отандарын тастап, не мақсатта? Не үшін? Жақсырақ өмірге қол жеткізу үшін ба? Жақсырақ табиғатта өмір сүру үшін ба? Жақсырақ айлық алу үшін ба? Ауасы жақсырақ болғандықтан ба? Жоқ, бірақ мақсатта. Не үшін? Дін және жан басты аман алып қалу үшін. Сол мақсатта ғана не істейді? Фираран дегенімізде қашты. Мынау ислам тарихындағы Меккеден жасалған бірінші қоныс аудару хижра. Сол кезде қоныс аударып кеткендер. Жаңа ғана айттым, мұсылмандардың саны қашы неше болды сол кезде? 35 пен 40-тың арасы. Түсінесіздер ме? Енді қоныс аударатындар қанша болады сонда? Миллион болмайды ғой енді. Неше болады? Сол 30-дың бірнешесі ғана болмай ма? Дұрыс па? Сол себепті бірінші хижрада мұсылмандардың саны аз болған сол. Түсініңіздер ме? Ал қоныс аударғандардың, дайындалып сапарға шыққандардың саны нешеу дейді? Ашрату риджал. Еркектерден 10, әйелдерден нешеу? 5. Сонда жалпы 15 адам. Ар жақта нешеу қалды сонда? Шамамен 15-і, 16-сы, 20 шақтысы қалып тұр. Түсінікті ме? Вахум, бірінші қоныс аударып кеткендер Осман ибн Аффан радиаллаху анху зу ан-нурайн, екі нұрдың иесі, пайғамбарымыздың күйеу баласы. Сосын жұбайы, пайғамбарымыздың қызы анамыз, ва заужуху Руқайяту бинту Расулилла. Екеу ма? Ва Абу Салама, ва заужуху Умму Салама, ва ахуху ли уммихи Абу Сабурату ибну Аби Рухум, ва заужуху Умму Кульсум, ва Амир ибн Раби'a, ва زوجه ليلى وأبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة وزوجه سهلة بنت سهيل وعبد الرحمن ابن عوف وعثمان ابن مذعون ومصعب نمس مصعب ابن عمير وسهيل ابن البيضاء والزبير ابن العوام. Міне осылар шықты. Санасаңыздар, сол айтылған сан шығады. Ва джуллухум дегеніміз куллухум деген сөз. Барлығы min Quraysh. Ва кана алейхим фима рауа ибн Хишам Осман ибн Маз'ун. Ва кана алейхим фима Аммара деген сөз бар мына жерде. Аммара деген сөз түсіп қалған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мына кеткен 15 адамның басшысын Аммара дегенімізде имам қып тағайындаған кімді тағайындады? Осман ибн Маз'унды осы 15 адамның имамы басшы қып тағайындаған. Хишам өзінің сол сирасында келтірген. Фасару аля баракатилла, Алланың берген берекесімен, жәрдеммен жолға аттанып шығады. Валамма интаху илал бахр, олар қай жақпен кетті жолды? Бахрмен. Қай жаққа? Қызыл теңізбен. Сонда Қызыл теңізі мына жақ бетінде бағанағы Хабаша, Эфиопия жатыр. Истаджару сафинатан аусалатхум иля мақсадихим ау иля мақсидихим. Олар теңізге жеткеннен кейін ары қарай мақсаттарына баратын жерлеріне жеткізетін қайықты кемені жалдап алды. Фаақаму аминин мин аза ялхақу бихим минал мушрикин. Сөйтіп Хабашаға барып, мүшриктер тарапынан келген зардаптан аман есен тіршілік қылып сол жақта тұрақтады. Уалам ябқа ма'ан наби алейхиссалам иллал қалил. Демек Меккеде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламмен тек қана аз ғана мұсылмандар қалды. Түсінікті ме? Алдына кеткен 15 шақты адамның көпшілігін қарасаңыздар, көпшілігі саудагер болған. Саудагер. Саудагерді не болады? Айналып жатқан саудасы болады. Оның есебі болады, кірісі болады. Бірақ соған қарамастан дін үшін, ақиқат үшін не істеді? Жерді тастап, отандарын тастап, үйлерін тастап, туысқандарын тастап, ең жақын нәрсе ол ақша, дүниені тастап, дін үшін кетті. Мына көпшілігі Абдурахман ибн Ауф жүр ғой. Не үшін кетті сонда? Бір дін үшін. Жақсы.
نكتفي بهذا القدر ونسأل الله تعالى التوفيق والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.